Сәлеметсіздер ме үшінші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге Smiles People's Book оқулығының 120-123 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беремін. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші, Pennies from the Sky, A Story from England, аспаннан жауған тиындар. Бұл әңгіме Англиядан шыққан. Бірінші аттау. Listen and read. What is little Amy giving to the people who need her help? Тыңда және оқы. Кішкентай Эмми көмекке мұқтаж жандарға не берген? Бірінші суретте. Little Amy is very poor. She hasn't got any money, but she is very kind. Кішкентай Эмми өте кедей. Оның мүлдем ақшасы жоқ, бірақ ол өте мейірімді. Екінші суретте. We are poor and cold. My little girl hasn't got choice. Can you help us? Біз өте кедейміз және жаурадық. Менің кішкентай қызымның аяғында аяқ киім жоқ. Сен бізге көмектесе аласың ба дейді. Of course, take my choice. Әрине, мен аяқ киімді алыңыз. Oh, thank you. You are so kind. Ой, рахмет, сен өте мейірімдісің. I am poor and cold. It is raining and I am not wearing a hat. Can you help me? Мен кедеймін және жаурадым. Жаңбыр жауып тұр. Және мен басымда бас киім жоқ. Сіз маған көмектесе аласыз ба? Of course, take my hat. Әрине, менің шапкамды алыңыз. Oh, thank you. You are so kind. Ой, рахмет, сен мейірімдісің. Алтыншы суретте. I am poor and cold. It is snowing and I am not wearing a dress. Can you help me? Мен кедеймін және мен жаурадым. Қар жауып тұр, менде көйлек жоқ, маған көмектесе аласың ба дейді. Of course, take my dress. Әрине, менің көйлегімді ал дейді. Oh, thank you, you are so kind. Ой, рахмет, сіз өте мейірімдісіз дейді. Oh, dear, it is so cold. Ой, мен өте қатты жаурадым дейді. Wow, pennies from the sky, magic. Wow, аспаннан жауған тиындар, таңғажайып дейді. Look at me now. I have got a new hat, a new dress, and a new coat. I am not cold, thank you. Маған қараңдар, менде жаңа шапка, жаңа көйлек, жаңа тон дейді. Мен жаурап жатқан жоқпын. Рахмет саған дейді. Екінші аттау. Which picture read the story and say the number? Суретке қара, әңгімені оқып, мынаны номерлерін айт дейді, яғни. My little girl hasn't got choice. Менің кішкентай қызымның аяқ киімі жоқ дейді. Яғни ол екінші суретте. It is raining and I am not wearing a hat. Жаңбыр жауып тұр, менің басымда бас киімім жоқ дейді. Ол төртінші суретте. It is snowing and I am not wearing a dress. Қар жауып тұр, менде үстімде көйлек жоқ дейді. Алтыншы суретте. Check my dress. Менің көйлегімді ал дейді. Жетінші суретте. Pennies from the sky. Аспаннан жауған тиындар. Ол сегізінші суретте. I am not cold. Мен жаурап жатқан жоқпын. Оныншы суретте. Сонымен бүгін сабағымыз бітті. Хош сау болыңыздар.